Кентаудан көшіп кеткен күндерімде болды. Бірақ Кентау туған жерім екен, қайтып келіп. Мы в Свердловске жили когда. Там сгущенки мы почти не видели. А сюда приехал, здесь завалены все магазины сгущенки. Это город был, московское впечатление было. Когда мы приехали, здесь черные и белые лебеди плавали в нем, в этом парке. Если я пою я, а ты не... Бұл Высоцкийдің сөзі. Жазып 72 жылы Высоцкий деген осы жаққа келген. Осы жел тұрса қаланың ішін бәрін шаң басып кететін, сол тоқтады бірінші сөз. Шет жақтағылар, парктердің бәрі тозып кеткен. Соның арқасында қайтадан көгеріп, міне жаңағыдай халық жұмыс істегесін, басқа да іс-шаралар жұмыстар ашылып жатқаннан кейін адамдарға, халыққа кішкене адам уже тастап кету жағдайы тоқтады. Бұл Қарт-Қаратаудың күнгей бетіндегі Кентау қаласы. Осы жерде Мырғалымсай деген ауыл болған. Кейін бұл маңайдан, яғни Ащысай, Қорғасын, Мырыш кен орындарының жұмысшыларына арнап 1955 жылы Кентау қаласы пайда болады. Қаланың атауын Кентау деп Мұхтар Әуезов қойған екен. Биыл Кентау қаласына 70 жыл толып отыр. Сол 70-тің 36 жылын Кеңес одағын құрамында өткерген болса, 34 жылын тәуелсіз Қазақстанда өткеріп келе жатқан Кентау шаһарының бүгінгі тыныс тіршілігі қалай? 90-шы жылдардағы тоқыраудың салдарынан тастанды қалаға айналудан аман қалған шаһардың болашағы бұлыңғыр болды. Қаншама завод, фабрикалар, комбинаттар жұмыстар тоқтады. Кентаудан өзге ұлт өкілдері елден көшіп кетіп жатты. Ал қазақтар ше? Қазақтар Қазақстанның қай жеріне көшіп барса да дәл осындай Кентаудағыдай көріністі жағдайды көретін еді. Сондықтан жақсы өмірді еліміздің басқа қалардан табу қиын болатын. Себебі 90-шы жылдардағы тоқырау бүкіл Кеңес одағын жаулаған еді. Кентауым жасыл бағым, сырымды жасырмадым. Мекенім Қарт-Қаратау, жасымнан қасыңдамын. Жанымды желпіп өткен, самалың керімбекен. Сырылса жүрелі, әнімді тарту етен. Кентау қаласы туралы шағын деректерді айта кетейін. 1955 жылдың 1 тамызында Мырғалымсай ауылын Кентау деп өзгерту туралы жарлық шықты. Ал 1971 жылы қаланың басты даму жоспары бекітіліп, оған сәйкес Кентауда 4 және 5 қабатты үйлер тұрғызылды. Қазіргі таңда Кентау қаласында 70 мыңға жуық адам тұрады. Осы видеоны түсірер алдында мен бірінші кезекте Кентау қаласының үлкен буын аталардан сұхбат алуды жөн көрдім. Себебі қала тарихы мен естеліктерін жастардан қарағанда сол кісілер жақсы біледі. Солардың бірі Нұржан аға. Көптеген жылдар бойы жүргізуші болып жұмыс жасаған ағамыз зейнетке жақындаған сәтінде әкесінен қалған өсиетті жерге тастамай шаш тарашы болып жұмыс істейді екен. Алайда бұл жай ғана барбершоп емес, бұл тарихпен тілдесетін нағыз шаштараз музей. Қазір 67-ге қарадық, 58-ші жылғы. Осы жерде туылып өскенмін, 52-ге. Мына қыздарым уже менің шәкіртім дейді ме қазақша? О, қыздарым жұмыс істеп жатыр. Парикмахерскийді бастаған әкемнің патасы. Шахтаға барам дегенде әкем жердің астына үлгересің, әйтеуір біреу не болсын деп, какеу. Парикмахер болсын іштеп еді, соның арқасында парикмахерскийді ашып пенсияға отасыдан да шықтым. Так что Кентаудың құрметті азаматы. Кентаудан көшіп кеткен күндерімде болды. Бірақ Кентау туған жерім екен, қайтып келіп тұрдым. Мына жұрттың бәрі, мына әкеліп жатқан заттардың біреуінде сатып алған емеспін, бәрін бүкіл Кентаудың халық әкеп беріп жатыр. Осы жерде тұрғындар. Примеру, мына Бауыржан Момышұлына шея Бақытжан деген саңғыл жігіт әкелді. Мына флягіні ұмытып алды. Мынау Кентаудың шея несі, шахматный турнирлардың шея несі, бір призы соныкі, біреуі менікі, біреуі інімдікі.
Мынау шахтерский фонарик ешкімде жоқ. Бұны бір татар бала әкелді, Радик дейтін несі. Оны білмейді. Бұл не екенін айтайын. Бұл шахмат жердің астында мына екеуі ненің несі. Шахтерский фонарик. Карбитка деген. Мына бригадный нелерді әкелгендері. Қалай не айтарымды білмеймін, пожалуйста. Мынаны бір марқұм бір өзбек жігіт әкелді. Оныңды естелік болып қалды. Ана тетрадқа жазып жатырмын, аттарын ұмытып қалып жатырмын. Сағат, к примеру, ескі сағат, мынау кейін шыққаны Аштайдан келіп отыр. Қасында камераларда осы жерде екі бала аттарын қазір бәрі журналда неғып отыр. Мынандай проигрыватель ешкімде жоқ. Бірақ менде бар дейтіні маған шея не? Осы Кентаудың нелері әкеліп беріп жатырғандары. Бұндайды қойып беріп көрсетейін. Мынаны 30-35 жасар білмейді, балдар білмейді не екенін мынаны. Бізде білмейді. Иә, білмейсің. Бұл біздің уақытымызда қырғын өшіретке тұрып, не проигрыватель алып не алатын тоғымыз мына. Әлі істеп тұр ғой? Істеп тұр ғой, мен де айтып отырмын ғой міне. Вероятно, это вводит в заблуждение. Они считают, что если я пою я, а ты не... Бұл Высоцкийдің сөзі. Жазып. 72 жылы Высоцкий деген осы жаққа келген. Мынаны шея бәрі жазылып жатыр ма? Құрметті адамдар, света музыканы кім қожа, кім еді? Бейбіт бұрында директор неде болып істеді, бұны телефондар нелерді әкелген Ахманбетов. Бейбіт Ахманбетов деген шея жігіт әкелді. Ол атағы шыққан, Кентауда шыққан адам. Балықтың нелерді жұрттар әкеліп жатыр. Ақшаларды мына киімдер, жеріздің киімдері әр нелер әкеледі. Дальнобойщиктер әкеледі. Но Бауыржан деген жігіт Кентауда не? Бұл әкел. Атағын шығып бәрін әкеліп көрсетіп беріп кетеді. Мынау 53-ші жылғы сағат. 53-ші. Ана шахмат, мынау шахмат. 50, ол да, мынау 52-ші жылы, анау 53-ші жылы. Кімнің несі, туылған несінде. Сталин өлген жылында шыққан шахмат печатымен ішінде бәрі неғып тұр. Домбыралар. Мына Бауыржан деген жігітті мақтап отырғаным осы видеокамерамен, мына видеокамерамен. Бүкіл Кентауда кино түсіретін тұғын. Коллегалар сендерге. Мына медальдар менің ініммен, менің шея кімдікі. Батыр деген інім бар. Мына жартысы бокста, жартысы шахматта ұрып тұрған, шахматистер. Мына затты білесің бе балама? Мына өзің сенде білмейтін шығарсың. Ол тоқпақ тауып әкелген. Ана біраз заттарын шея қазір 11 затымды алып кетті. Медресеге алып кетті түсіруге, мектепке алып кетті көрсетуге. Мына затты ешкім білмейді. Сөйтсек афғанский дутар өзіміз де білген жоқпыз. Оны да әкеліп берді. Мына узбекский дутар. Мынаның ішінде тола біраз заттар жатыр енді. Ана формалар нелердің бәрі. Енді сыймағансын не қыла алмай жатырмын жігіттеріме. Формаларды түсіріп алсың? Кіріп түсіріп ал, светкан байқалды ғой. Полароид. 110 магазиндегі шие жігіт, ана камера. Осының бәрін бүкіл қалға кетті. Орысы бар, татары бар, өзбегі бар, қазағы бар, бәрі әкеліп жатыр. Негізі қазір мынандай нәрсе бар ғой, Кентауда кезінде бүкіл ұлт тұрған дейді ғой. Грек бар, грек ұлты, еврей ұлты, армян ұлты. Иә, олар болды бәрі. Қазіргі таңда өзге ұлттан адамдар қалды ма Кентауда өзінде? Бар ғой, көшпейтін Кентауда фанаттар. Примеру, жолдас балам Москваға көшіп кеткеніне 10 шақты жыл болды. Кентауға келіп бір квартира алып қойсам дейді. Пенсияға шығып қайтып келеміз. Ол Кентауға сағынып өліп неғып отқан адамдар. 22 жылда дегенде мен орыс мектебінде оқығам. Омскіден, Ульяновскіден, Германиядан жолдас қыздарым, жолдас класстастарым келіп, қонақ болып, біраз болып кетті. Келіп тұрады бәрі. Бәрі сағынады Кентауды. Кентау деген ең сұлулықтың мекесі.
көрсең көңіл тасып кетеді. Түні бойы жас қыздармен қыдырған, арамызда бойдақ балдар жетеді деп өлең айтатын едім. Ол Кентауға жетпейді ештеңе. Өзіңіз сол осы Шаштараздасыз? Шаштараз айтудың ба, әкемнің патасы. Оқу бітіргенде шахтаға барамын десем, ай балам, ол жердің астынан көресің. Біреу парикмахер болсын. Әкем айтқан тілін істей салдым. Сосын 37 жыл шофер болып істедім. Ешкімге, қартайғанда ешкім керек болмай қалдым. 10 жыл болды парикмахерский ашқаннан, міне істеп жатырмыз. Молодежь должна всегда занята чем-то. В общем, как в Кентау жить. Да хорошо же. Отлично жить. Вот, я казах, он русский. Мы все равно братья. Так что его прогонишь, он никогда не уедет отсюда, с Казахстана. Он его родина. Так что... Куда бежать? Что искать? Уже возраст. Работы. Ты скажи, для народа. Вот я хвастаюсь своими этими, достижениями. Для народу такая скажет. Я что могу? Келесі кейіпкеріміз Вячеслав ата. 39 жасында денсаулығына байланысты дәрігерлердің кеңесімен жылы климат жаққа Орталық Азияға көшуді ұйғарады. Таңдау Орталық Азия бойынша Кентау қаласына түсіпті. Міне содан бері 40 жылдан аса Кентау қаласына тұрған атамыздың Кентау туралы өз тарихы мен естелігі бар. Я в этот город приехал в 81 году. Получилось, что я заболел Свердловским. Простуда была. И осложнение получил на почке. Пролежал в больнице в областной Свердловске 4 месяца на лечении. И при выписке мне врачи посоветовали сменить климат. Что мне климат не идет в Свердловске и в области. И посоветовали найти обмен или просто переехать куда-нибудь на крайний север или крайний юг. В газете «Уральский рабочий» в Свердловске появилось объявление, что обмен идет на Кентау. Посоветовался с семьей своей, с женой, в принципе. И мы решили, что сюда переедем. Это объявление я увидел в мае месяце 1981 года. В июне я вышел на инвалидность с почками, и мы сюда прилетели самолетом из Свердловска. Тогда даже самолет садился здесь, в Кентау, аэропорт здесь. Мы прилетели 30 июня вылетели из Свердловска, 1 июля прилетели сюда. С 94 года здесь все прекратилось работать, все горные предприятия, все рудники позакрывали. Московское обеспечение, как говорится. Да, это город был, московское обеспечение было. Мы в Свердловске жили когда, там сгущенки мы почти не видели. А сюда приехал, здесь завалены все магазины сгущенки. Так удивилась так. Вот библиотека. Это был тоже детский садик. Детский садик «Золотая рыбка». У меня сюда дочка ходила. Ну, когда вот 90-е начались, да, развал Союза, почему вы остались здесь там? Или вы в 90-е уже работали? Я работал. А, вы уже работали? Я да? работал. Зачем я буду уезжать, когда у меня работа здесь? А в Россию поеду, во-первых, мне климат не идет нигде в России. Нигде. Я к родственникам ехал и мучился там. Хоть вообще не надо было поезжать. И хочется повидаться, а климат не идет. Вот понимаешь, какой? Вот елочка, детский сад. Это эскаваторного завода садик. Парк. Вот это 50-летие октября. Еще парк Горняков. А в парке Горняков лодочная станция была. Там пруд есть. Там, когда мы приехали, здесь черные и белые лебеди плавали в нем. В этом парке. Прям лебеди? Да, черные и белые лебеди. Я таких увидел первый раз. Черных я тогда не видел никогда до того времени. А здесь вот увидел первый. А тут вы говорили, что Кунаев здесь работал, да?
В каком году? Он 29-й год. 29-й, да? Да, он бурильщиком работал. В Чолак-Кургане, я говорю, буровая установка, на которой он бурил. И она там стояла на постаменте. Я когда работал в Кумыстах, ездили мы туда мимо нее. Ребята мне показывали, вон, говорит, буровая установка, и там бирочка. Я все время говорил шоферу, давай заедем, посмотрю я. Да ладно, потом как-нибудь. Так они ни разу не подъехали. Но те, которые мне говорили, они же видели ее, эту надпись. Я тоже видел издалека, табличка какая-то, но я ни разу не прочитал ее. Это со слов тех, которые со мной вместе ехали на вахту. Бұл фильмнің тақырыбы жас қаланың қарт тұрғындары. Олай деп айтуыма негіз бар. Себебі 90-шы жылдардағы түрлі кәсіп орындардың жұмыстары тоқтаған соң, көптеген еңбекке жарамды деген тұрғындардың бәрі шет ел асып қаладан көшіп кетті. Қалада жастардың саны азайған соң, көбіне егде жастағы кісілер ғана қалды. Жақсы өмірді іздеген кеншілердің, шахтерлардың бала-шағасына не деп кінә тағуға болады. Алайда жағдайымыз тәуелсіздік жылдардан кейін де оңалған жоқ. Себебі қалада табыс көзі мен жұмыс орындарының жоқтығы қазақ жастарының жан-жаққа, керек десеңіз шетелге кетуге мәжбүр болып сандалуға тура келді. Ел аузында мынандай оқиға да бар. Ең алғаш Корея мемлекетіне жұмыс істеуге барған осы Кентау қаласының жастары мен тұрғындар екен. Қазірдің өзінде кез келген кентаулық тұрғыннан сұрай қалсаңыз, оның бір туысы, танысы немесе кішкентай баланың анасы да, әкесі де Кореяда жұмыс жасайды. Корея түгіл, жаһанның түрлі мемлекетінде жұмыс жасап жүр. Кезінде гүлденген аты шулы Кентау қаласының тұрғындары нәпақа іздеп шет ел асып кетуін шын жүрекпен түсінуге болады. Шынын айтқанда, Кентау қаласының экономикасы сыртта жұмыс жасап жүрген жастардың арқасында тұрақталып тұр. Қаратаудың бөктеріндегі бұл қаланы тастанды етпей және жарамсыз күйде қалдырмаған, Кентау қаласының тіршілігін тоқтатпаған, бірінші кезекте қаланың тұрғындарының әрекетіне бас иіп, тек құрметпен қарау керек. Қазақстанның кез келген қаласының проблемалары бар, және ол проблемалар стандартты түрде бір-біріне қатты ұқсайды. Кентауда шешуін табу керек мәселелер ауыз толтырып айтуға болады. Солардың негізгілері жұмыссыздық, жол, жылу мәселелері. Белгілі журналист Асхат Ниязов осы Кентау қаласы туралы үлкен шығарылым жасаған, қаланың басты мәселелерін айтып көрсетіп шықты. Өз шешімін тапқан мәселе жоқ емес, бар. Кентау қаласы кен мен шахтаның маңайында болғандықтан экологиялық қиындықтар туындап тұрады. Кен өнімдерінен қалған қалдықтар жиналған аймақ Кентау қаласына жақын маңайында орналасқан. Қалада жел қатты тұрса, химиялық қалдықтар желмен ұшып жергілікті жұрттың құтын қашырады. Осы орайда Кентау қаласының ішкі істер бөлімінің ардагерлер кеңесінің төрағасы Бимахан Советұлы ағамыздың орасан зор еңбегі бар. Кентау қаласы нағыз осындай жанашыр азаматтардың арқасында бой көтеріп келе жатыр десем де артық айтқандай болмаймын. Ал мен Кентау қаласының тұрғыны, фамилиям Танкибай Бимахан Советұлы, осы Кентаудың тұрғынымын түптілікті. 1957 жылы осы Кентау қаласында туылып, осы жерде оқуды бітіріп, одан армия 76 жылдан 78 жылға дейін армия қатарына шақырылып, Белоруссия елді мекенінде Гомель қаласында 2 жыл әскери міндетімді атқарып қайттым. Кентаудың бәрі жаңағы тоқырау заман басталғаннан кейін құрғақшылық болып кетті. Ол құрғақшылықтың кесірінен бізде мына Қылышта Қырынше деген бар. Мына бүкіл осы рудник, Мырғалымсай, Шақстрой, со неден шыққан, фабрикадан шыққан отходтардың бәрі біздің мынау батыс Кентаудың батыс төңірегінде жиналатын үлкен карьер болған. Сол карьерге жиналып, бірақ ол кезде мынау сумен бетін жауып отырғаннан кейін орада шаң көтерілмейтін. Мынау фабрикалар тоқтап, жаңа шахталар тоқтап, бәрін тастап кеткеннен кейін, су бармағаннан кейін, сол шаңның кесірінен Кентаудың экологиясы күрт өзгерді. Өзгерген бізде аллергия, қышыма, жаңа жара басу, сондай аурулар көбейіп кетті. Сол себептен соған атсалысып, өзім де сол районда тұратын болғаннан кейін, енді өзім қасиетін бәрін көріп атқаннан кейін соған атсалысып, барған жерлерінде де әңгімелерді қосып, осы сала бойынша адамдардың, ақсақалдардың басын қосып, сол бойынша жаңа Мелис Елесізов деген мырза экологтың министріне хат жазумен болдық 1 жылдай. Соның ақырында келіп,
Енді сол о кісіге рахмет. Сол Шымкент облысы бойынша экологтардың бас нелерін жіберіп, осы жерге келіп, менімен танысып, соны көмуге бізге уәдесін беріп кетті. Сол айтқан уәделерінде тұрып, соны жаңағы экологиясы, осы қалың экологияның бір несін тоқтатқан себебі солда болды. Тоқтағанда совсем тоқтап қалмайды ғой. Бірақ жаңағыдай осы жел тұрса қаланың ішін бәрін шаң басып кететін, сол тоқтады бірінші сөз. Сол себептен сол іс-әрекетімді бәрін Өскентау қаласының депутаттары, жаңа Тұрысбек Мұхан Тұрысбеков деген біздің өзіміздің депутат мәслихатының хатшысы болған, сол жігіт қолдап маған осы Кентау қаласының құрметті азаматын төс белгісін марапаттауға ұсыныс беріп, сол несімен марапатталдым. Одан қазіргі жағдайда экология жағынан сәлде болса жаңағы неміз басылғаннан кейін қаламыз қайтадан көркейіп, әйтеуір шаң тозаңнан басылғаннан кейін қала қайтадан көгере бастады. Әйтпесе мына қалада енді қазір сендер білмейсіңдер ғой, бірақ мынарда талдар, шет жақтағылар, парктердің бәрі тозып кеткен. Соның арқасында әйтеуір қайтадан көгеріп, міне жаңағыдай халық жұмыс істегесін, басқа да іс-шаралар жұмыстар ашылып жатқаннан кейін адамдарға, халыққа кішкене адам уже тастап кету жағдайы тоқтады. Көп адам айтпаса тарқап кеткен екен одан. Сол себептен сондай шараға қатыстым деп енді мен бәрін өзім істедім деп айта алмаймын. Бірақ соған бір әсерші болып, соған сол жұмыс бойынша қызмет жасап, әйтеуір сол шараның арқасында осындай дәрежеге жеттік. Халқымызға рахмет. Әйтеуір қолдап, бәрі керек кезде жаңа дауыс көтеріп барып, осыған атсалысып, әйтеуір жанашыр болып қызмет істегенім өзінде қуанамын. Неге? Өйткені осы қаланың тұрғыны болғаннан кейін мен де осы жерде бала шағам бар, немерелерім бар. Әйтеуір бәрімізге тиістік, тазалық, әр уақытта тазалық, денсаулықтың несі ғой, белгісі ғой бірінші. Сол себептен сондай қызмет істегенде енді мен мақтанышқа айтамаймын, бірақ жаңа өздерің айтып отқаннан кейін сол шаралардың белсенді болып жүргенімде соны біраз сендерге айтып отқаным. Кентау біздің Қазақстандағы ең әйгілі қала, себебі онда нағыз еңбеккерлер тұрады. Нағыз қонақ жайлы, дәстүрлі, мәдени қала. Сондықтан Кентау сіздерді қатты сағындым. Бұйырса кездесерміз, тойларыңыз тойға ұласын, Кентау қаласы жасай берсін.